Баршаңызға қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін сіздерге осындай шаблонды қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Бұл мысал ретінде алғыс айту күніне арналған шаблон. Бұл шаблондарды ақылы түрде сатып алып жатқан әріптестер болса, өздеріңізде оңай жолмен жасай аласыздар. Ол үшін сіздердің телефондарыңызда Canva деген программа міндетті түрде болу керек. Бастырып аласыздар. Одан кейін кіріп міндетті түрде тіркелесіздер. Главный бетте мен сіздерге көрсетемін. Қазір тіркелгеннен кейін сіздерге осындай бет ашылатын болады. Сіздер ең бірінші жоғарыда тұрған рабочий лист деген батырманы басасыздар. Яғни сіздерге осындай бет ашылады. Ештеңе жоқ. Төмендегі элемент деген батырманы басамыз. Поискқа өзімізге керекті графикті таңдап аламыз. Поискқа жазамыз. Міне осы жазасыз, сізге осындай суреттерді шығарып береді. Платный деген суреттер, ол жерде Canva деген жазумен тұрады, сондықтан бесплатно осындай суреттерді ала аласыздар. Элементке тағы басамыз. Одан кейін воздушный шары деп жазамыз. Осы жерден кез келген бір суретті таңдап аласыз. Платный суреттерді жаңағы Canva жазумен болады, сондықтан бесплатно суреттерді таңдауға тырысыңыздар. Міне көптеген суреттер бар. Асықпай өзіңізге керегін таңдап ала аласыз. Мен қазір біреуін таңдап қойып көрсетемін. Мысалы, осы суретті алатын болсақ, осылай басамыз. Енді мынау жүректің артында тұру үшін осы суреттің үстінен басқаннан кейін төменде расположение деп тұр, назад дейміз. Міне былай назад қоясыздар. Өлшемнің барлығын дұрыстап аласыздар. Текст батырмасын басамыз. Добавить текст. Енді жаңағы 8 наурыз деп жазуымызға болады. Алғыс айту күні, алғыс отанға, барлығын осы жерге жазасыз. Төменге түсіресіз. Шрифт таңдайсыз. Өзіңізге ұнайтын бір шрифт. Шрифтің үстін басқанда сізге осындай шрифтің түрлерін шығарады. Размер кішкене үлкейтеміз. Цвет қызыл, ақ қылып қоюға болады. Міне бізде шаблон дайын. Осылай басқада 8 наурызға, немесе 22 наурызға кез келген шаблонда осылай элементке кіріп, графиканың ішінен таңдап ала аласыз. Поискқа жазасыз, мысалы, казахский орнамент, немесе мама и девочка деп осылай барлығын жазғанда сізге күшті, әдемі, анық суреттерді, түстері қанық суреттерді шығарып беретін болады. Жасау жолы оп-оңай, өздеріңізде жасап, оқушыларыңызға берулеріңізге болады. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз, алда қызықты видеолар шығатын болады.